Чикен пісіру үшін 1 килограмм тауықтың қанаттарын кесеміз. 1 стакан өсімдік май құямыз маринадқа. 1 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық паприка, жарты шай қасық қызыл бұрыш, лимон жартысын солғын саламыз. Маринадқа 4 сағатқа қоямыз. Тауықтың қанаттарын ұнға саламыз. Жұмыртқаға, чипсіге орнатамыз. Қайтадан ұнға, жұмыртқаға, чипсіге. Өсімдік майды екі жағына қызарғанша қуырамыз. Противенге саламыз. 220-250 градусте 15 минут қызып тұрған духовкада пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліңіздер.